А? Эколог. Примерно білесіздер ғой не туралы, иә? Қоғамдықта. Мына 60 деген карьер болды ғой. Қайтадан ашады. Сол 60-та осы мына үш жылда көп адам жұмыс істеген жоқ па жұмыста, да? Естер ма? Видео же не включено, да? Все включено, кстати. Еще онлайн подключился департамент экологии Павлодарской области. Предлагаю начать. Потому что участники Сразу отпишут, значит, вот это вот все читать надо. И на что с нами, да? Лицо больше. Кстати, да, ауылдың әлеуметтік желісіне бәріне хабарландыру берілді ғой. Мен де отырмын, онда көрдім. Бір рет емес, екі рет емес, бәлен өтеді, иә? Қайда хабарландыру берді? Ол кісі қайда кетті? Баянға кетті. Болды ма? Нет, больше чем потом. Что-то совсем. Атмай Гайнзова, Атмайдың получается отдвоено. Она же, она, которая в Астане Верховный суд там перенесли, да? Вы не участвуете вообще? Это Кому? Это Аскар? Аскар и... У вас сейчас второй юрист. То второй же ушел, да? А, и трое еще. Начальник это... Было двое изначально. Сейчас с приездом С интеграцией. трое, да? Они, наверное, между собой поделены, наверное, да? Функционалка. Один идет как начальник, старший, а третий просто чисто по... Нет, например, у одного работа своя, второго своя. Что, начинаем? Так, вот, остается секунду. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, қайырлы күн. Қоғамдық тыңдауларды акционерлік қоғам Алтын Алмас 60 кен орын тау-кен жұмыстары жоспары жобасына әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар. Рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы,
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары бойынша мүдделі жұртшылықтың ашық жиналысы арқылы бастаймыз. Қай тілде? Екі тілде өткізейін ба? Қоғамдық естіледі, бірақ қазақ тілінде ғана қазақ тілінде өткізе берейін ба? Мен жергілікті атқарушы органның өкілімін және жиналысқа төрағалық етемін. Хаттаманы дайындау мақсатында қоғамдық тыңдаулар барысының бейне жазбасы мен аудио жазбасы жүзеге асырылатынын хабарлаймын. Zoom платформасы арқылы тікелей эфирде бар. Тыңдаулар өткізу туралы хабарландырулар тиісті әкімшілік аумақтық бірліктерінің аумағындағы мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда 2 дана көлемінде, сондай-ақ әкімдік ғимаратындағы және елді мекендегі ақпараттық тақтада орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес жиналысқа қатысушылар қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлауы және қоғамдық тыңдаулар регламентін бекітуі қажет. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып, осы арамызда отырған адамдар ішінен хатшы сайлау алу керек. Кімді сайлаймыз? Хатшы ретінде. Хатшы, секретарь жазып отырады. Айсұлу болсын ба? Дауыс береміз ба? Bir ауыздан? Tamam. Қолдарыңыз көтеріңіз. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлау үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Көтердіңіздер, кім қарсы болса, қолдарыңызды көтеріңіздер. Қарсылық жоқ қой? Жоқ. Сәлеміз, мына жерде сразу не? Регистрация. Жиналысқа қатысушылардың көпшілік даусымен хатшымыз Айсұлу болып сайланды. Қоғамдық тыңдауларды өткізудің мынадай регламенті ұсынылады. Баяндамашының сөз сөйлеуі 30 минутқа дейін. Баяндаманы талқылау, қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау, қоғамдық тыңдаулар тақырыбы бойынша сұрақтар мен жауаптар 30 минутқа дейін және әрбір нақты жағдайға байланысты болады. Сөз сөйлеу немесе сұрақ қою, ескерту немесе ұсыныс жасау үшін қолыңызды көтеріп, өзіңізді хаттамаға ұсыну қажет. Сұрақтар, ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың мәні бойынша болуы қажет. Осы тақырыпқа байланысты ғана сұрақ қоясыздар. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 15 минутқа дейін. Мен регламентті бекітуге дауыс беруді ұсынамын. Қоғамдық тыңдау ережесін бекіту үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Осы регламентпен келіссеңіздер, қолдарыңызды көтеріңіздер. Келісесіздер ме? Bir ауыздан да. Қарсылар бар ма? Ескертулер мен ұсыныстармен қоғамдық тыңдаулар хаттамасын хатшы дайындайды және оған төраға қол қояды. Сөз кезегін баяндамашы Керім Даниярға берейік. Сәлеметсіздер ме? Құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар. Алтын алмас акционерлік қоғамының 60 кен орнының тау-кен жұмыстары жоспары жобасы бойынша қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алу мақсатында әзірленген материалдардың таныстырылымын бастауға рұқсат етіңіздер. Бұл материалдардың құрамына мыналар кіреді. Рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Қоғамдық тыңдаулар өткізу негіздемесі. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасы кодексінің 96 бабының 1 тармағына сәйкес өткізіледі. Аталған бапқа сай, мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу барысында қоғамдық тыңдаулар міндетті болып табылады. Сондай-ақ, мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу қағидаларының 3 тармағына сәйкес, экологиялық сараптама міндетті түрде 1 және 2 санаттағы объектілердің жобалау құжаттамасы қатысты жүргізіледі. Оған сонымен қатар экологиялық рұқсат алу үшін әзірленетін жобалық материалдар да жатады. Кәсіпорын туралы жалпы мәлімет, жұмыс жүргізуші ұйым Алтын алмас акционерлік қоғамы. Компания негізгі қызмет бағыты құрамында алтын бар кенді өндіру және өңдеу. Тау-кен жұмыстарының жоспарына сәйкес кен орнында өндіріс кезеңі 28 жылдан 38 жылға дейін жүргізіледі деп жоспарланған. Жоспарланған жұмыстар туралы ақпарат.
Осы жобада кен орнын ашық тәсілмен өндіру көзделіп отыр. Осы жобада кен орнын жер бетіне жақын орналасуына байланысты кен орнының жоғарғы бөлігіне көлік жүйесі және сыртқы үйінділер пайдалану арқылы ашық әдіспен игеріледі. 60 кен орны бойынша кен жұмыстарының жоспары келесі негізгі кезеңдерде қамтиды. Кен орнын ашу, әзірлеу жүйесін дайындау, тау-кен рұқсат алу болып табылады. Кәсіпорын орналасқан жері. 60 кен орны Шпон теміржол станциясы мен Керегетас Әктас кен орнынан батысқа қарай шамамен 10 км қашықтықта орналасқан. Кен орнының географиялық координаттарымен сайтта танысаңыздар болады. Орналасқан жерінің кен орнының жалпы ауданы 0,626 шаршы километр, немесе 62,6 гектарды құрайды. Ең жақын суды аймақ 60 көлі. Ол кен орнынан батыс жағында және шекарасынан шамамен 1000 метр қашықтықта орналасқан. Белгіленген қызмет аумағында су қорғау аумақтары мен белдеулері жоқ. Санитарлық қорғау аймағы және шашырауды есептеу. Объектілердің санитарлық қорғау аймақтарына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің міндетін атқарушысының 22 жылғы 11 қаңтарындағы номері КРДСМ 2 бұйрығына сәйкес бекітілген. Осы бұйрыққа сай кен емес қазбалар және табиғи газды өндіру объектілері үшін бірінші сыныпқа жататын санитарлық қорғау аймағы 1000 метр құрайды. Сонымен қатар 2-23 тармағына 1 параграфына сәйкес аумақтық өнеркәсіптік кешенге кіретін объектілердің атмосфераға шығаратын ластаушы заттардың жиынтық әсері және физикалық әсері есепке алынып, санитарлық қорғау аймағының мөлшері бірыңғай және түпкілікті түрде белгіленеді. Бұл дегеніміз, объектінің бүкіл аумағы бойынша санитарлық қорғау аймағы мөлшері ең жоғарғы көрсеткішке сәйкес қабылданады. Сондықтан 60 кен орны үшін бірыңғай санитарлық қорғау аймағының мөлшері 1000 метр деп белгіленген. Келесі. Рұқсат етілген шығарындылар нормативтері. Жүргізілген талдау нәтижесінде 60 кен орнында өндіріс барысында атмосфералық ауаға шығатын ластаушы заттар нормативтері жобасы дайындалды. Өндіріс кезеңінде 17 ұйымдастырылмаған ауа ластаушы көздері жұмылдырылады және олар 4 түрлі ластаушы заттар шығарылады. Атмосфераға шығарылған нормативтері 28-32 жылдарға белгіленген. 28-31 жылдары шамамен 2900,29 тонн жыл, 32 жылы шамамен 1615,08 тонн жыл. Бұл нормативтер кәсіпорынның атмосфераға әсерін шектеу және бақылауды қамтамасыз ету үшін бекітіледі. Қалдықтардың түзілуі нормативтерінің лимиттері. 60 кен орнындағы қызметтің нәтижесінде 28-32 жылдарға арналған нормаланатын кезеңде өндіріс және тұтыну қалдықтарының 5 түрі қалыптасады. Олардың ішінде қауіпті емес қалдықтар 5 түрі. Ашылған жыныстар көлемі үйіндіге қойылады. 28-31 жылдары 11.932.000 тонн жыл құрайды. 32 жылы 6.478.000 тонн жылды құрайды. Қалған қалдықтар арнайы белгіленген сыйымдылықтар мен орындарға 6 айдан аспайтын мерзімге сақталады. Кейіннен арнайы ұйыммен жасалған шарт бойынша шығарылады. Сонымен қатар, өндірілген қалдықтарды қайта пайдалану кәсіпорынның өндірістік қажеттіліктеріне үшін жүзеге асырылады. Мысалы, оларды жолдарды, алаңдарды, қалдық қоймаларын және жөндеу, карьерлерді қалпына келтіру сияқты жұмыстарда пайдалануға болады. Сумен жабдықтау. Кенішті техникалық сумен жабдықтау жер асты сулары есебінен жүзеге асырылады. Шаруашылық қажеттіліктерге тасымалды су пайдаланылады. Ауыз су қажеттіліктеріне автокөлікпен жеткізілетін бөтелкедегі су пайдаланылады. Арнайы су пайдалану мақсаты шаруашылық ауыз су және өндірістік техникалық сумен жабдықтау. Су бұру. Шаруашылық тұрмыстық сарқынды сулар герметикалық септикке түседі. Одан ассенизациялық машинамен айдалады және шартқа сәйкес бөгде ұйымға беріледі. Кеніш суларын бұру алтын өңдеу зауыты қалдық қоймасына жүргізілетін болады. Осыған байланысты рұқсат етілген төгінділер нормативтерінің жобасы әзірлеу талап етілмейді. Өндірістік экологиялық бақылау. Өндірістік экологиялық мониторинг өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы шеңберінде асырылады. Кәсіпорынның көзі мен санитарлық қорғау аймағының атмосфералық ауаға әсерін бақылау, іріктеу жиілігі 90-на 1 рет. Өндіріс қалдықтарын мониторингі түсірілетін қалдықтарын есепке алу жолымен тұрақты көзделеді.
Кәсіпорын аумағында топырақ жамылғысын мониторингі, сынама алу жиілігі жылына 1 рет, радиациялық фон мониторингі жылына 1 рет. Табиғатты қорғау шаралары, атмосфера қорғау жөніндегі шаралар. Құрғақ желді ауа райында тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде тозаңданудың алдын алу үшін жол бетін сумен ылғалдандыру көзделеді. Техника жұмысы кезінде бөлінетін газдардың және жұмыс аймағының ауасындағы шаңның азаюына қол жеткізіледі. Персоналдың жұмыстары қауіпсіз жүргізу жөніндегі нұсқаулықтардың талаптарын қатаң сақтау жолымен қол жеткізіледі. Профилактикалық тексерулер және техника уақытылы жөндеу арқылы қол жеткізіледі. Жер асты суларын қорғау жөніндегі іс-шаралар. Кәсіпорында бар сарқынды суларды қабылдау және бұру жүйесін техникалық жарамды күйде ұстау. Топырақты қорғау жөніндегі іс-шаралар. Белгіленген аумақта бос жыныспен, рудамен, өнеркәсіптік қалдықтармен және тұрмыстық қоқыспен және тағы да басқа қоқыстануға және ластауға жол бермеу. Олардың арнайы ыдыстарға жинауды ұйымдастыру және аталған қалдықтарды сақтау полигондарына залалсыздандыру үшін әкелу. Қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі шаралар. Қалдықтардың әртүрлі түрлерін бөлек жинау, қалдықтарды шартқа сәйкес мамандырылған мердігерлік ұйымдарға беру, қалдықтардың барлық түрлерін түзілуін, орнын ауыстыруын және кәдеге жаратуын қадағалау. Қалдықтарды арнайы алаңдарда және контейнерлерде 6 айдан аспайтын мерзімге орналастыру, кейіннен шарт бойынша кәдеге жарату. Санитарлық гигиеналық шаралар. Санитарлық қорғау аймағының шекарасында және объектінің ықпал ету аймағында өндірістік бақылау ұйымдастыру. Өндірістік санитарлық бақылау және санитарлық іс-шаралар жүргізу, дезинфекция, стерилизация жүргізу. Қызметкерлерге арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да жеке қорғаныс құралдарын беру. Жергілікті желдеткіштерін сөндіргіштерді орнату. Қызметкерлерге алдын ала мерзімді медициналық тексерулерді жүргізу. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау. Жануарлар әлеміне әсерді азайту және тіршілік ету ортасын сақтау мақсатында табиғатты қорғау шаралары жоспарланды. Көлік қозғалысы тек белгіленген жолдарда жүргізу арқылы қол жетіледі. Жобаны іске асырудың балама нұсқалары және негізгі нұсқаны таңдаудың негіздемесі. Объектіні орналастырудың балама нұсқалары қарастырылмады. Себебі кен орнын игеру аумағы тау-кен бөлімімен бекітілген. Тау-кен бөлуді Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің 60 кен орнындағы құрамында алтыны бар кендерді өндіру үшін жер қойнауын пайдалану құқығы берілді. Тау-кен бөлімінің шекаралары баланстық қорлардың жағдайына сүйене отырып, осы санаттағы барлық қорлардың тау-кен бөлудің контурында болатындай етіп анықталды. Басқа орындарды таңдау қарастырылмайды, себебі жоспарланған қызмет Алтын алмас акционерлік қоғамының 60 кен орнында жүзеге асырылады. Жоғарғы айтылғандарды ескере отырып, сонымен қатар кен орнының тау-кен техникалық шарттары, кен орнын игеру үшін технологиялық регламентінің ұсынымдары, тау-кен жұмыстарының жоспары, экологиялық және санитарлық гигиеналық шаралар, тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізу мен қорғау шаралары, жер қойнауын пайдалану және төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары барлығы ескерілгендіктен 60 кен орнын ашық тәсілмен игеру жобасы негізгі және ең тиімді нұсқа болып табылады. Назар аударғаныңыз үшін рахмет. Баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, ойлауға дайынмын. Баяндама үшін рахмет. Баяндаманы талқылауға көшейік. Ескертеміз, сұрақ қою үшін қол көтерулеріңіз қажет. Сөз берілгеннен кейін сізге тұрып өзіңізді таныстыруыңыз қажет. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Примерно түсіндіңіздер, барлықтарыңыз білесіздер, ол 60 карьер қай жерде біраз уақыт консервацияда болды. Жаңа басшылық келіп, жаңа акционерлер ол кен орнын реанимировать етеміз, жүргіземіз ары қарай деп жатыр. Ол енді бізге қуанбасақ ренжімейміз, ол жұмыс орны бар, жаңағыдай непосредственно өзі сіздер біліп отырғандар шығарсыздар, именно школында неге өткізіп отырмыз сол қоғамдық тыңдау. Себебі ең жақын елді мекен ол сіздер болып табыласыздар. Сондықтан өте ыңғайлы деп ойлаймын. Тек қана керегетас қана емес, бізде Майкен золото жаңа 60 ашылса, школының тұрғындарына ол өте жақсы болады. Қысылмай, ұялмай сұрақтарыңызды қойыңыздар, жаңағыдай экология тарапынан. Әрине, бірінші сұрақ бізде
әлеуметтік жағынан социальная часть дейді ғой. Содан елді мекенге қандай көмек болады. Елді мекенге енді бізде бүгінгі күні хабардар шығарсыздар, әлеуметтік желіге барлық жерде тарады. Облыс әкімі Асайын Қуандықұлы Байқанов келіп Алтын Алмас басшылығымен меморандумға отырды. Бұл меморандум енді уақыт өте келе өзгеріске де ұшырауы мүмкін. Сол кезде ұшқылыңға да әртүрлі жұмыстар жүргізіледі деп сенеміз. Енді естіп жатқан шығарсыздар, қазіргі келген Алтын Алмас кәсіпорны өзі қысқа уақыттың өзінде қаншама әлеуметтік жағынан болсын жақсы көмек жасап жатыр. Действительно бір инвестор деп ауыз толтырып айтуға келетіндей, өзі келе сала жаңағы апатта қаза тапқан 4 азаматты тауып алып, сонымен бастады ғой жұмыстар. Сол қысылмай сұрақ қойыңыздар. Айтыңыздар, бізге қандай көмек болады? Көпбалалы, жалғыз басты деген сияқты. Айтып алыңыздар. Қайсыл сұрақ болады? Аты жөніңізді айтыңыз. ауылының тұрғыны Бораншы Білісқан. Бораншы Бүлісхан. Білісқан. Жасырасыз. Бізге енді мына жерден ақшаны айтқан бізге де жақсы ғой. Мысалы, жұмыссыз адамдар жұмысты болады. Енді осы Шұқырын ауылымызға сіздер көмектеседі деп сенеміз. Бізге негізі өзі жылу керек. Осы қазір қиналып тұрған жылу ғой бізде. Екінші этажға шейін үлкен кәрі адамдар бар, көмір таси алатыны бар, таси алмайтыны бар. Бізге ең қажеттісі жылу. Ал кішігірім андай мындай нәрсе қажет емес өзі. Ол көрінбейді көзге. Ең кішігірім ана үйге бір мынандай нәрсе істеп бер, мына үйге бір мынандай нәрсе, ана мектепке мынандай бір ростикаға бір мынандай дегенше ауылымызға көмектесіңіздер. Жақсылық жасасаңыздар. Бізге отопление керек. Болмаса бір кішкентай не істеп беру керек қой, былай. Жеке Шұқырын ауылы. Модульный. Иә, модульный сондай. Біз кішкентай ғана ауыл ғой, осы жағына көмектесіңіздер. Міне Известковый ауыл үйлердің несін шатырын жөндеп берді ғой, міне қаланың күн жылынғаннан кейін жөндеп береміз деп жатыр. Қандай жақсы, міне ауылдың сәніне кіріп төбесі түсіп жатқан. Сондай бір үлкен нәрсемен көмектесулеріңізді сұраймын, басқа сұрағым жоқ. Темірлан жауап бере аласыз ба? Саламатсыз ба? Рұқсат болса мен орыс тілінде жауабымды берейін. Бір минут. Темірлан деген ол азамат, Алтын Алмастың представителі. Майғайынға жиі келіп тұрады, осындай сұрақтармен айналысады. Все, жалғастыра берсем болады. Бола ма? Иә. Всех приветствую, уважаемые жители, уважаемые коллеги. Как известно, уже проделана большая работа в поселке Майкаин. Сейчас компания проводит большую политику в рамках поддержки именно социального улучшения благосостояния населения, нашего присутствия. И, конечно же, да, мы при официальном уже приходе, когда начнутся работы, мы обязательно встретимся с населением, с каждым переговорим, услышим наболевшие, то есть проблемы, которые необходимо будет решать. Вот сейчас вот я услышал по теплу и так далее. То есть сейчас в рамках работы по поселку Майкаин у нас очень грандиозные большие проекты планируются и уже реализуются. Поэтому после официального, то есть проведения встречи с населением, я думаю, мы выберем ряд проблем, исходя из которых мы будем уже совместно с местными исполнительными органами прорабатывать план реализации данных проектов. Мы готовы поддержать жителей, как и социально уязвимые слои населения, как и коренных жителей поселков нашего присутствия. Да, в принципе, если есть вопросы, я готов ответить. Бұл кісі енді
жаңағы мына непосредственно 60 тау-кен орны жұмыс бастар кезде тағы да сіздермен кездесеміз деп қандай сұрақтар бар, оның барлығын жазып алып, әкімшілікпен бірігіп талқылап, приоритет дейді ғой, қайсы мысалы 5 сұрақ болса, 5 сұрақтың ең керегінен бастап ары қарай жаңа айтып кетті, бүгінгі күні бізде жаңа айттым ғой, меморандумға қол қойылды деп. Бүгінгі күні Майқайың кенті 70% орталық жылуды қолданатын болса, қосымша котел қою жөнінде үлкен проект жасалып жатыр. Майқайың ішінде жаңа котелдан шығатын жаңа ветка отопление Майқайың кенті 100% жылу, орталық жылумен қамтамасыз ету жөнінде үлкен проектілер жасалып жатыр. Енді 60 нақты жұмыс істей бастағаннан кейін бұл жұмыстарды басшылығы міндетті түрде қарастырамыз. Сұрағыңыз өте орынды, сұрағыңыз өте дұрыс. Себебі сіздердің школының үйлері жеке бөлек тұрған бір пәтерлі емес, көп қабатты үй. Негізі бұл үйлерде орталықтандырылған жылуға қосылса өте жақсы болушы еді. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақ бар ма? Белгибаева Кырмызы. Дауысыңыз шығады, себебі Темірлан есту керек. Белгибаева Кырмызы. Белгибаева Кырмызы. Айта беріңіз. Алайда қоятын сұраққа білмеймін бір жағынан. Қоя беріңіз. Жазбы енді осы школда алыстайтын адамдар көп, біраз енді су жағы кішкене қиындау. Жаздай мал далада жүрді ғой, енді қазір қораға кірді. Енді водовоз құйғызайық десек 8.000 теңге деді ма? Қымбаттау енді біз үшін. Бізде мал енді көп емес. Оны біз құйып алатын жер жоқ, мысалы сатып аламыз ғой, енді су керек болғаннан кейін. Абылай өзіміз тасимыз, ол қиын бізге, ауыр не күнделік. Сол кішкене айына бір рет әкеліп құйып тұратындай болса, қалай? Давайте олай. Сондай Кырмызы ханым жаңа негізімен айтып өткен тақырыпқа сай ғана сұрақ қоюға болады. Бірақ ештеңе етпейді. Ол водовоз мәселесін шешуге болады. Бізде Майқайың кентінде водовоз бар. Мен сіздерді беттестірейін, телефонын алыңыздар. Бірақ енді тегін болмайды. Келіп жаңағы айтам, енді максимально төмендетіңіз бағасын деп. Сіздерге жаңа қораға тасып беріңіз болса. Енді ол проблема шешіледі. Сізге үш не ғана керек? Сізге аз қыста. Жоқ, былай келсек, өткен жылдарда қателеспесем ол водовоз келіп жүрді. Определенный уақытта, например, жаңағы қорасы барлар ол күнде келе бермейтіндей, бір екі жұмада ма, 20 күнде бір келіп құйып кетіп отыратынды. Өздеріңіз напрямой телефон алып, хабарласып келісіп отырасың. Оны шешеміз. Рахмет. Сұрақ қойыңыздар, әрбірлеріңіз бір сұрақтан қойсаңыздар, вообще-то. Сіз сұрақ қойғыңыз келіп отыр ғой. Қандай жұмыс орындары болады, неше адам жұмыс істейді деп жоспарлап отырсыздар деген сияқты. Сондай әдемі сұрақ қоймайсыздар ма? Менің ұлым бар, геологқа оқыды, бүгінгі күні анда істеп жатыр. Егер де 60 ашылатын болса, жұмысқа тұратын мүмкіндік бола ма деген сияқты. Зарплатасы жақсы болса, деген сияқты. Енді зарплатасы жаман болмайды, себебі бүгінгі күні Майқайың алтын комбинатының зарплатасы қандай, одан төмен точно болмайды. Потому что бұл открытый разработка. Майқайың ішінде закрытый болса, шақта бұл открытый карьер. Міндетті түрде ол жерде жалақысы жақсы болады. Оған енді мен ол салада жұмыс жасамасам да уверен айта аламын. Дұрыс па Майгүл? Зарплата жаман болмайды. Сондықтан мына жоғарғы сыныпта оқып жатқан ұл-қыздарымыз болса, уже ориентир жасап, бет алды бір юрист не деп баяғы бір мода шығарып, бір неге оқытпай, нақты міне кентіміздің жанында 10 километр жерде осындай
жұмыс орындары ашылады, неге соған істемеске деп, жаңа тау-кен мамандығына беріп деген сияқты. Осылай астарлы ойлау керек та болашағын. Примерно в среднем 60 сколько лет, на сколько лет запасы? Запасы, да. Планируется Ну, чуть не по теме, но Вообще на 5 лет. пока. Сейчас 28 по план горных работ, который мы сейчас обсуждаем, он на 5 лет вообще Мгм. разработан. В дальнейшем уже покажут запасы какие. запасы по ходу, да? Да, будут? да, да, да. Потому что по ходу будет производиться до разведка и будет уже выделяться. Қазір енді осы жерде 22 жұмысшы бар ма, сол жұмыс істеп отырған? Қайда? Автобус жоқ қой соған. Өзі қазір ана неде? Алпысты Не алпыс? Ой, Жалпы, Майка Неге заводыда. майқайың жайлы білмеймін, 60-28 жыл бас болады. жоқ, осы жерде қазір жұмыс істеп отырған дейді. Бар, келіп отырған жұмыскерлер бар, 22. Майгүл, тоже возьмите. Соларға қазір автобус керек қой. Мысалы, олар таңертең кетеді, кешке кетеді. Қазір өздерінің машинасыменен бәрінде машина жоқ, иә? Бірігіп жүріп тұр. Мысалы, мен шөпер болсам, бәріне звондап, шырағандар алып кетейін деп. Енді осыдан былай күн суытса, жер тайғақ болса, қар болса, олар мысалы машинасын далаға қоя алмайды, гаражы жоқ, иә? Жүре алмайды ғой. Сонда олар мүмкін жұмыстан басылып қалу бар, кеш келу бар. Сонда автобус керек негізі. Бізде 22 жұмысшы бар ма? Майгүл, 25 па? Мысалы, давайте былай істейік. Майгүл, доведите до руководства рассмотреть вот этот вопрос. Мен де в свою очередь сөйлесем ол жөнінде. Именно мына Ошқұлының тоже өте дұрыс сұрақ. Ошқұлын тұрғындары именно Майкайың золотыда жұмыс жасайды. 22 адам бар екен осы ауылдан. Организовать подвоз. Может, как бы сменаларын, если 22 адам жұмыс істесе, например, если все будут в одной смене работать, это вообще хорошо. Например. Правильно, да? Ну, я доведу до Да. голоса. Жақсы, өте дұрыс сұрақ. Мен де ол жөнінде сөйлесейін. Гүлжайрадан ба біреуден сіздерден тізімдеріңізді алайын. Кім қайда жұмыс істейді, кім болып и сменалар. Одан кейін жаңағыдай Айсұлуды көріп отырмын. Айтқысы келіп отыр, жолдас шартты да істейді. Машинасы жоқ. Өз күшімен барады. Қарастырамыз. Міндетті түрде. Мысалы, Мәрзия бар дәрігер, сол келетін кісілер бар тағымдай келеді. Біздің осы сұрақ бойынша өткен айда жазған біздерге алып болатын шығар. Енді тізімдерді тоже жаздық, кім қайда істейді барлығын. Сол тізімдерді бізге әкімшілікке де жіберсеңіздер, негізі ондай әлеуметтік сұрақтарды Майкайың золотаға жіберетін болсаңыздар, параллельно әкімшілікке жіберген тоже дұрыс болады. Себебі ол біздің тұрғындар болғаннан кейін біз ол кісілермен согласовать етіп бір шешімге келеміз. Бізге де жіберіңіздер. Біз қарайық. Мен мысалы ұлым әскерге барып келді, жұмысқа тұрды, нені оқыған металлургты. Павлодарда жұмыс істеп жатыр, қазір кішкене квартира неге бір қиындау болып тұр. Уже 1 жыл болады, ноябрь уже болады осы жерде. Енді Керейтас неге жұмыстарын бекітеміз, оған орын бар. Металлург па? Металлургалы электролиз заводында жұмыс Цветная металлургия ма? электролизді істеп жатыр қазір жұмыста. Ну давайте резюмесін жіберіңіздер, Майкайың золотаға берейік, в принципе, жұмыс табылады. Өзінің ниеті бар ма? Сіз обычно ата-аналар былай айтады, ой, менің ұлым мында келсе ғой деп, ана ұлыңыз Майкайыңға мен Ошқұлынға келмеймін, Майкайыңға, мен қалада маған жақсы деп. Сіздер бірінші ұлыңызбен сөйлесіп алыңыздар, нақты Майкайыңға келем, жұмыс жасайын десе, онда біз көмек жасайық. Металлургтар бізге қажет деп ойлаймын. Да? Оққан жұмыс істеп жатыр қазір. Все, резюмесін жіберіңіз әкімшілікке. Біз қарастырамыз. Апай, неге терең ойға кетіп қалдым? Қойыңыз бірсін. Сіз сұрақ қоймаңыз, тосып отырмын. Сіз сұрақ қоймасаңыз, мен қайтпаймын. Жиналысты жаппаймыз. Сіз кешен сіздің аты жөніңіз келеспайын жазылсын. Мен Бораншы. Бөлдісхан. Сөз. Бөлдісхан. Қойыңыз. Жаңа жылда сыйлық бере ма балалар? Беріп жатыр ғой. Жаңа жыл келе жатыр. Жылдамыз. Реніш жоқ қой. Пожалуйста.
Леша Майгуль, эколог, ну, больше, наверное, житель, можно сказать, близлежащего поселка тоже вопрос такой. Вы вот говорите, что у вас будут перевозки, а основной вопрос для жителя любого, как будет производиться переподавление? Или подавление. Да. Проектом предусмотрены мероприятия по расширению дорог в летнее время. Летнее время предусмотрено расширение как раз поверхности дорог с реагентами. И достигается, получается, минимизация уровня выбросов пыли. Ну, я тоже согласен с ним. Очень хороший вопрос. Обычно общественные слушания проходят, пылеподавление, да, будут ездить спецтехника, но в основном бывает жаркие дни, да, Майгуль? Жаркие дни, э, когда, ну, надо постоянно поливать дорогу. Да. Бывает, нам раз в день выйдут утром рано, через полчаса высохло, и как бы, и все, забыли до следующего дня. Поэтому вот этот момент именно непосредственно возле села Ушкулун у нас находится известковый завод, рудник Киргитас, поэтому как бы в этом плане выбросы есть, поэтому максимально Можно поливать. сказать, да? А План так, горных работ предусмотрено вообще согласно нормам технологическим, предусмотрено полив технологических дорог минимум 2 раза в сутки. То есть норма расхода, это литр на квадратный метр, и согласно вот этому норме, то есть будет проводиться орошение, гидроорошение всех технологических дорог и проездов. Помимо того, еще на самом карьере будет проводиться гидроорошение забоев, то есть там, где проводятся непосредственно взрывные работы, где идет сама добыча, там тоже используется обязательно пылеподавление в самом технологическом процессе. внутри карьеры такой же норматив? 2 раза Нет, в день, нет, да? внутри карьера, Почаще, да? норматив другой. Нагрузка больше? Да, нагрузка Поэтому, больше, соответственно, горной массы больше, поэтому там, согласно этих норм, 30 литров на кубический метр. Это согласно ВТНК. намного Есть больше, нормативы ведомственные, да. Это будет проводиться. естіп тыңдап отырыңыздар, ертең ақ ол 28 жыл жаңағыдай жолдардың бәрін кем дегенде күніне 2 рет өту керек дейді. Иә. бір күнде бір ақ рет шықса айта аласыздар, неге сіздер осындай жиналысты айтып едіңіздер ғой. Біліп жүріңіздер, маңайда болып жатқан. Че, Майгүл, еще один вопрос. И... Нет, у нас вопрос тут есть вот у партии зеленых Понятно. в чате. Пожалуйста, озвучьте. Сәлеметсіз. Ержан Иванович, Партия Жасыл Байтақ, Астанадан орталық аппарат. Так, знаете, я хочу сказать, что вам надо в план предохранных мероприятий надо сделать ежегодно 2 раза в год проверку на дымность и токсичность техники. Потому что у вас техника без конца будет ездить. Слышно меня? Вас слышно. вас слышно, но повторите, пожалуйста, еще раз. Проверка всей техники, спецтехники, автотранспорта на дымность и Ержан токсичность. Иванович, 2 раза в секунду. год. Технические проблемы, секунду. Ержан Иванович, можете повторить вопрос? Проверка всей техники, спецтехники, автотранспорта на дымность и токсичность аккредитованной лаборатории 2 раза в год. Да. Можно мне ответить? У нас сейчас в плане мероприятий, насколько я поняла, у нас есть замеры выхлопов автотранспорта, но ежегодно 1 раз.
Хорошо, мы рассмотрим ваше предложение. Ежегодно один раз? Да, ежегодно. Один раз в год. Ну, забейте 2 раза в год, не снимая вопрос этот. Потом полив с водой. Я знаю, что в Майкаине проблемы с водой. Я предлагаю, вот сами сейчас говорили, 1 раз в день поливается, вода быстро высыхает. Я хотел бы сказать, чтобы полив был с реагентами. Есть специальные реагенты, которые песок, вот эту пыль, почву корочкой покрывает, и она стоит намного дольше. Вот. Теперь проект СЗЗ имеется у вас? Проект СЗЗ имеется. Он разработан был на всю площадку, на Майкаин золото, в том числе на месторождение Алпыс. Что-то у вас по деревьям, как вы там посчитали, какие деревья, что-то там, мне кажется, надо, там же 40%, не меньше. Как у вас там проектом предусмотрено? Ну, это ежегодная посадка деревьев будет производиться. Не Ежегодная меньше посадка. 40%. Надо полив, уход тоже за ними делать. Туда, Да, обязательно. пожалуйста, да, туда, пожалуйста, проведите, или как там, я не знаю, как вы будете поливать, это проблемный вопрос. Да, да, Потом согласна. у вас в приложениях не все справки. Нету, как его там, как гидромета справок и прочее. Посмотрите, в соответствии приведите все приложения. Госакт положите туда. Хорошо? Хорошо, приведем в соответствие. Ну, справки, насколько я знаю, мы приложили к проекту, но Нет, перепроверим, если будут отсутствовать какие-то справки, мы дополним. ну, Дополнительно. у меня все, спасибо. Спасибо. В чате больше вопросов нет, мы не видим. Сұрақ бар ма? Құрметті қатысушылар. Сұрақ болмаса, барлық сұрақтар қойылды деп ойлаймын. Оларға жауаптар алынды ғой. Қанағаттанасыздар ма жауапқа? Қоғамдық тыңдаулардың қорытындылауға кірісейік. Құрметті қатысушылар, сіздерге алпыс кен орнын тау-кен жұмыстары жоспары жобасына әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар құжаттамасы ұсынылды. Жаңа тыңдағандарыңыз. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың қаралған құжаттар мен тыңдалған баяндамалардың сапасы туралы, оларды түсінудің толықтығы мен қолжетімділігі тұрғысынан жалпы пікірін айта аламын. Құжаттар толық және түсінуге қолжетімді болып табылады. Сондай-ақ қоғамдық тыңдаулар өтті деп айта аламын және қоғамдық тыңдаулар аяқталды деп жариялаймын. Барлықтарыңызға қатысқандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Амандықта жүздесейік. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.